Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі хит салатымыздың бірі баклажаннан салат жасайтын боламыз. Бізге осындай қанша көлемде екенін өздеріңіз қарайсыздар. Менде 3 баклажан және помидор, осындай соус, кесіл сладкий деген, және чили және тұз қажет болады. Енді баклажанымызды турап алатын боламыз. Көбіктеп тураймыз. Осылай етіп жақсылап турап аласыздар барлығын. Осы формада барлығын турап шығамыз. Мінекей біз барлығын дайындап алдық. Енді осы баклажанымызды ұнмен немесе крахмалмен араластыратын боламыз. Яғни аунаттырып аласыздар. Яғни кептіріп алғаннан кейін осылай жасайтын боламыз. Енді осы баклажанымызды майға қуырып аламыз. Жақсылап майды құйып, керегенше май құятын боламыз. Осы болмай. Енді қуыруға кірісеміз. Майымыз қызсын. Мінекей мен біреуін салып көрдім. Майымыз қызып дайын болған секілді. Қатты қуырып жібермейсіздер, яғни орташа қуырамыз. Менде баклажан қуырылғаннан кейін сәл-пәл бөліп жасайтын боламын. Кішкене қызарттырамыз. Менде баклажан осы бойына огородтан, бақшамнан, яғни жұлып әкелген. Өте свежий. Мінекей тағы да сәл-пәл қызарттырайық. Қатты қуырмасақ та сәл қызарыңқы болсын. Осы салатты мен бір неден осындай страницадан көрген болатынмын. Ойланбастан жасағым келді. Себебі үйде қазір баклажанның кезі, помидор да бар огородта. Неге жасап көрмеске дедім. Сондықтан да сіздер жасап көріңіз. Дәмі өте керемет шықты. Арнайы сіздер үшін осы рецепті бөліскім келді. Мінекей. Тағы да қызартқым келеді. Егер де тағы қандай сіздерге салаттар түрін керек болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Тіркелген болсаңыз, комментарий тастаңыз. Барлықтарыңызды оқитын болам, көретін болам. Керек ақпарат болса, керек жаңадан рецепттер болса, барынша айтыңыздар. Сіздерге бөлісуге, көруге тырысатын боламын. Мінекей. Енді осы баклажанымызды ысқа салып алайық. Барлығын қуырып шығасыздар. Іске сәт.
мінекей біздің баклажанымыз дайын. Енді помидорға кірісетін боламыз. Помидор менде осындай ұсақ помидорлар. Мен оны тек қана екіге бөлетін боламын. Мінекей көріп тұрсыздар. Осылай екіге бөліп шығамын барлық помидорды. Мінекей біз өзіміздің қажетімізше помидорымызды алдық. Ендігі үстіне салып баклажанымызға араластыратын боламыз. Тұзымызды саламыз, яғни өз қалауларыңызша саласыздар тұзды да. Дәміне қарай қарап отырып салатын боласыздар. Өте оңай салат, әрі өте дәмді салат. Жақсылап араластырып, енді осындай мінекей соусымызды үстіне құятын боламыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болып қалды. Ендігісі ыдысымызға салып дастарханға ұсыну. Мінекей достар, бізде салатымыз дайын. Енді осының бетіне күнжутты, яғни осындай күнжутты сеуіп жіберсеңіздер. Мінекей өте түрі әдемі сән береді. Мінекей достар, біздің хит салатымыз дайын. Ас болсын баршаңызға. Лайк пен комментарий міндетті түрде ұмытпайтын боламыз. Жақсы сау болыңыздар.